Тыңдаңыздар. Облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті хабарлайды. Биылғы жылы түскен мөлшерден тыс жауын-шашын мен ылғалдың әсерінен өзендердің арнасынан шыға тасу қаупі төніп тұр. Сондықтан да олар іске болаттай берік болып, мал жанды аман алып қалудың дайындық іс-шараларын жүргізейік. Ол үшін ең бастысы сабыр сақтап, мына ережелерді ұстанайық. Су тасқыны бола қалған жағдайда ең алдымен құжаттарыңызды түгендеп, қажетті деген бағалы заттарыңыз бен ақшаларыңызды, сонан соң 2-3 күнге дейін жететін азық-түлік пен суларыңызды алыңыздар. Автокөліктеріңіздің бактарын маймен толтырып, радио қабылдағышты, алғашқы көмек көрсету құралдарын, қосымша электр шамдарды алуды ұмытпаңыздар. Үйден шығарда ұмытпай газды, жарықты, суды, пешті, электр қуаты көздерін өшіріп, есік-терезелеріңізді нықтап жабу қажет. Өздеріңізбен бірге алып кете алмайтын тұрмысқа қажетті мүліктеріңізді қауіпсіз орындарға, үй шатырларына орналастырыңыздар. Малдарыңызға ен салып, арнайы дайындалған қораларға жауапты адамдарға тапсырыңыз. Немесе ауыл маңындағы қыратқа, биіктеу төбелерге айдау қажет. Байлаулы тұрған иттеріңізді босатуды ұмытпаңыздар. Кішкентай балаларыңыздың мойнына аты жөні, жасы, мекен жайы жазылған белгі тағып қойыңыздар. Сіздерге мемлекет тарапынан қажетті және тиісті көмектердің барлығы да көрсетіледі. Сұранарымыз, көшіру жиналу пункттері әкімшілігінің барлық нұсқауларын орындаңыздар. Дегенмен, адамның күні адаммен. Бір-бірімізге көмектесіп, табиғат апатынан бірге сақтанайық.